Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз бүгін Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Бәйдібек би ауылына осы ауылдың тұрғындарының шағымдары бойынша келіп тұрмыз. Мен Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы 8-ші шақырылым депутаты ретінде осы халықтың шағымын тыңдауға келіп тұрмын. Бұл жердегі мәселе қазіргі таңда мал жаятын жер жоқ дейді халық. Бүкіл жерлердің бәрін жекеменшік қолға өтіп кеткен. Бай бағбандар жаңағы жердің бәрін қоршап, малды тіпті суға жолатпай, су ішкізбей отыр дейді. Соған байланысты қазір осы ауылдың тұрғындарын шағымын тыңдайық. Енді мал айдап шығайын десең, ана жақта мынау менің жерім дейді. Былай барсаңыз, мынау менің жерім дейді. Одан қалай бердім, мынау автобанның астында, мен ұлтқа бөліп атқан жоқпын бұл жерде. Бір орыс топ, дей ма бір неге? Ол пәленбай жерді қоршап алған. Дұрыс қой? Пәленбай жерді қоршап алған. Енді ол қоршаған сол, кірсе, мына малымды қорсам, атам, жоям, документ қайда, документ жоқ. Пожалуйста. Ешқандай бұл жерде тәртіп жоқ. Біздің мына ауылда тұрғаннан кейін бірде-екі малымыз бар. Жаздың күні Құдайға шүкір енді жайлауға барады. Ерте көктемде, сонан кейін мына күзге келгенде осы жайылымдықта мына бұрыннан осы совхоздың несінің жайылым жерінде жер қалмай баратыр. Мысалы мына алдымызда отырған мына жердегі алма отырғызған ол бір чешенің ғана жері 90 гектар. Оның ортасына жол болған, оны жауып тастады. Ал енді біз требовать етіп отқанымыз осы шабындықтың мынау астыңғы жаққа дейін анау астыңғы рыбактар бар. Соған дейін жерді босатып бізге жайылымдыққа берсе деген ойымызда. Мына төмен жаққа батан дегенге бетонкаға дейін мына жерін әркім алып бәріміз өзіміздің гос актымыз бар деп бізге мал жаюға рұқсат бермей жатыр. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мына жерде мынандай жер мәселесі дау болып жатыр. Бір адамға 90 гектар жер тиесілі екен. Енді оны заң бойынша шешетін шығар. Мен мына айтайын деген көл туралы. Бұл көлдің адамдары осыдан Туран ТВ деген телевидениенің адамдары басында келгенде бәрімізбен амандасып, бәрімізбен сыйласып жүріп, былтырдан бері бұлар өзгеріп, бізге күш көрсетіп, ана жер жабамыз, мына жер жабамыз деп, бұлардың көлдің жағасында алып отырған, қоршап отырған көне жол бар. О, Қаракемер деген ауылдан бастап Казатком деген ауылға баратын ескі жол. Су дермен болған, жан-жақтағы ауылдың бәрі осы жерде су дерменге бидайын әкеп ұн тартатын. Енді бұлар сол ескі жолды көлді қойып, жолмен бірге қоршап отыр. Ал енді құрметті азаматтар, мына бағанадан бері айтылып жатқан сөздің бәрі рас, мінекей. Көрсетіп жатыр ғой мына кісілер. Соған енді бізге енді бір несін шығарып берсеңіздер, әділ жолымен. Мысалы үшін бізге мына көшенің ішімен айдап, мына Панфилова дейді, мына аяқ көше. Сонымен айдап, ар жағынан айдап келесіздер дейді, малдарында. Өрден қой, сиыр қыстың күні өтемайды, мұз болады, ана су бар ортада. Мына жақтың міне бәрін қоршаймыз, жаңа айтып жатыр ғой, бұл жаққа дәл жайылым жоқ деп бермей тұр бізге. Сосын мына жерді 2012 жылы бұлар қоршай бастағанда мынандай реклама жүргізді. 2 плакат ілді, дом престарелых и детский дом саламыз деп. Жерді алды, не детский дом жоқ, жаңа не қарттар үйі жоқ, халықтың жаны ашыра. Міне асыл бауырымыз бар, бұл кісіге рахмет, чауып жүреді, шақырсаң бұл сразым келеді. Сосын ан жақта бұл кісілер көл салды. Ол көлді тоқтатып қойды, дамбысын бірақ бұзған жоқ. Дамбысын бұзсын. Біздің әкім бар, талап етсін, дамбыны бұзсын, қайтадан сайды қалпына келтірсін. Болмайды бұл. Онсыз да судың үстінде тұрмыз ғой. Осындай заңсыздықтар орын алып жатыр бізде.